Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге крипто базар және де мен бүгін сіздерге екі жаңа проект жайлы айтатын боламын. Ол жерлерден менің ойымша 100% сіздер дроп ала аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, бірінші проект ол Virtus. Hot майнингтің аналогы деп айтуға болады, бірақ тонның экосистемасында. Hot майнинг недің экосистемасында болса, бұл тонның экосистемасында. Тондағы проекттердің барлығы дәл қазір иксавайт етіп жатыр. Сол себепті міндетті түрде менің ойымша жасау керек. Дәл қазір неге жасау керек? Бұл проект 100% скам емес, себебі тон аптан верификацияны өтті. Тон апта көргендеріңізде Virtus'тың приложениесі тұр, яғни тон аптан верификацияны өткен проект, яғни скам емес. Бірақ дроп қаншалықты көп тарататын, оны мен сіздерге дәл қазір айта алмаймын. Біз қазір не істейміз? Біз қазір тек қана просто осы Virtus токенді майнить ете аламыз. Қазір мен сіздерге барлығын көрсетіп беретін боламын. Көрсеткенде мен хот майнинг жайлы өте көп видео түсірдім. Яғни хот майнингті жасап жүрген адамдар сразу түсініп алады. Просто балансқа майнингқа кіресіздер и әр басында әр 2 сағат сайын қателеспесем просто коллект басып өздеріңіздің майнинг еткен токендеріңізді аласыздар. Одан бөлек бұл жерде миссиялар бар. Миссияларды орындағанымыз үшін бізге 0.10 бір верт токендер береді. Мысалы мен қазір 5 дос шақырдым, 5 дос шақырған үшін маған бір верт токен берді. Одан кейін телеграмына тіркелдім, твиттеріне тіркелдім, ол үшін маған 0.10 токендер берді. Одан бөлек бұл проекттің өзінің спонсорлары бар, оларға тіркелгендеріңіз үшін де сіздерге токен береді. Қазір нирда емес, тонда қандай скам проекттердің өзі иксавайт етіп жатыр. Себебі мен кез келген бір ойынға, тондағы бір ойынға кіретін болсам, ол міндетті түрде өзін оккупать етеді, даже плюсқа шығарады. Скам, өтірік, өліп қалған ойындардың өзі. Сол себепті де бұндай проекттерді, қазір тондағы проекттерді 90%-ін жасау керек деп ойлаймын мен өзім. И то бұл жерде тон аптан верификацияны өткен. Ал енді қараңыздар, біз миссиялар орындап болғаннан кейін өзіміздің майнерімізді апгрейдит, яғни уровень үлкейте аламыз. Менде мысалы қазір фарм 2-ші левелда, 3-ші левелға өткізу үшін маған 0.6 токен керек. 0.6 токенге мен 3-ші левелға өткізсем, әр сағат сайын 0.03 койн алып келеді маған. Одан кейін бізде уақытын өзгертуге болады, яғни әр 4 сағат сайын клеймит ете аламын мен қазір. Мен бір рет апгрейдит еттім, 2-ші левелда тұр, мен әр 4 сағат сайын клеймит ете аламын. Ал 1.5 Virtus'қа мен тағы да апгрейдит етсем, ол 3-ші левел болады. Әр 6 сағат сайын клеймит ете аламын. Одан бөлек бізде көргендеріңізде City Town деген тоже скорс, яғни бізге көбірек майнит етеді. Қазір менде 2-ші левелда тұр, 3-ші левелға өткізу үшін маған 3 Virtus керек. Яғни қазір мен барлығын 2-ші левелға шығардым. В основном мен осы Townмен уақытты ғана апгрейдит етем. Бұл барлығы осы деп айтуға болады. Достарымыз шақырсақ болады. Достарымыз шақырғанымыз үшін бізге тоже токендер береді. Бірақ өте аз. Мен көргендеріңізде 30 дос шақырғам. Достарым осындай ақша тапқан. Ақша таппаған, осындай токен жинаған. Көргендеріңіз 0.42, 0.36, 0.11 жасап жаққандар бар, жасамай жаққандар бар. Әркім өзі біледі. Менің ойымша міндетті түрде бізге дроп таратады. Ал енді қараңыздар, екіншісі Tiger дроп. Яғни бұл мем токен тонның экосистемасында жақын арада тон рафлсқа листингке шығады. Бұл жерде біз не істейміз? Бұл ботта біз достарымыз шақырамыз үшін осы Tiger деген токенді ала аламыз. Одан бөлек тон рафлстан перед продажа, яғни алдын ала сатылымнан сатып алуымызға да болады. Алдын листингке шыққан кезде 2x немесе 3x аламыз деген оймен мүмкін минусқа кетеді. Қазір мен сіздерге барлығын көрсетіп боламын. Бұл проекттің ерекшелігі не? Басқа мем токендерге қарағанда бұл проектте Pixel God деген ойын болады. Яғни осы токен сол ойынның ішінде қолданылады. Ол ойын осы жерде картинкасы көрінген, пиксельный персонаждар болады, яғни пиксельный NFT-лар болады. Сол NFT-ларды осы Tiger деген токенге сатып аламыз, сата аламыз. Осы жерден оқып шықсаңыздар болады, өздеріңіз барлығын түсініп, барлығы былайша айтқан кезде түсінікті тілде жазылған, айтылған. Қазір енді мен одан бөлек Fire Launch, яғни тонның Fire Launch-ына кіріп, токенді сатып алып көретін боламын. Мен сатып алып қойдым, қазір сатып алмаймын. Мен сіздерге просто көрсетемін. Бұл жерде қараңыздар, риск өте үлкен, минусқа кетуі де мүмкін. Мысалы, қазір мен керек емес деген 2 тонға сатып алдым. Бұл жерде мен контрактым көрініп тұру керек. Міне, Your контракт 1.92 тонға сатып алған екенмін. Перед продажа бізде 8 күннен кейін бітеді, яғни 1 күннен кейін листингке шығады. Мүмкін 2 күннен кейін, бірақ Pepe деген осы жақында ғана тонда Pepe деген
токен листингке шыққан, қателеспесем 5-6 эксперт листингке шыққан кезде тіпті одан да көп беруі де мүмкін. Менде 5000 токен болған, ол 17-18 доллар болды. Мен 4 долларға алған. Енді қараңыздар, мүмкін бұл проектте эксперт, мүмкін эксперимент, мүмкін минусқа кетеді. Мысалы, сіздер қазір 2 тонға сатып алып, оны 1 тонға сатуларыңыз да мүмкін. Оны ешкім білмейді. Сол себепті сатып алу рискованно. Лучше достарымыз шақырып, қазір, яғни дропқа қатысып, достарымыз шақырып токен жинасақ болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мысалы, менің телеграм каналымда боттың ссылкасы болады, Firelaunch-тың ссылкасы болмайды. Firelaunch-тан сатып алғыларыңыз келетін болса, маған жазсаңыздар болады, мен сіздерге Firelaunch-тың ссылкасын жіберемін. Ал мен тек біздің телеграм каналға боттыкін ғана салам. Бұл жерде не істейсіздер, просто старт басасыздар. И көргендеріңізде старт басқан кезде осылай шығып тұрады. Бізде типа airdropқа 150 миллион токен бөлінді. Дәл қазір сізде 600 токен бар деп тұр маған. Маған әр шақырған досыңа 50 тигр аласың деп тұр. Жақында ғана қателеспесем 50 тигр емес, одан көбірек берген. Я 100 тигрден берген екен, қазір 50-ге азайыпты. Просто позвать друзей деген басасыздар. И ссылка алып, кез келген жерге жібересіздер. Переслайд етсеңіздер болады, немесе просто былай басасыздар. И осы жерден копировать етіп аласыздар өздеріңіздің ссылкаларыңызды, и ссылка ғана жібересіздер. Қалай қолданғыларыңыз келеді, солай қолдансаңыздар болады. Листинг 100% бұл токен шығады. Просто бұл жерде, мысалы, сіз қанша дос шақырып токен, мысалы, қатты минусқа кетіп, 1 доллар, 2 доллар табуыңыз мүмкін. Мүмкін жақсы эксперт болса, 5, 10, 20, 30 қалай дос шақырғаныңызға байланысты барлығы. Мысалы, ПП-де 14-15 дос шақырып, соның өзінде 40-50 долларға дейін жасап алуға мүмкіндік болды барлығында. Жақында ғана шықты, мен телеграмда ПП дроп болды ссылкасы, бірақ бір күннен кейін алып тастадым, себебі бір күннен кейін уже снапшот болып қойды. Бұл жерде снапшот әлі болған жоқ. Яғни снапшот деген дроп аяқталатын күні снапшот болады, ал одан кейін сіз дос шақырсаңыз, ол саналмайды уже. Яғни бұл жерде дроп аяқталуға әлі өте ұзақ уақыт бар. Сіз үлгересіз деп ойлаймын. Барлығымыз үлгереміз деп ойлаймын. Сол себепті де шақырып көрсеңіздер болады.